Бір сен үшін түрік сериалы 3 маусым және 90 сериядан тұратын түрік драмалық сериалы. Сериалдың жалпы сюжеті: басты кейіпкер Пойраз Караел бұрынғы табысты полицей қызметкері. Ол жасаған қылмыс үшін органдардан әділетсіз босатылады. Содан кейін әйелінен айырылады, ал ұлы қайнатасының қамқорлығына алынады. Өзінің бұрынғы өмірін және ұлын қайтарғысы келген Пойраз төтенше шараларға баруға мәжбүр болады. Бұрынғы бастығына қарсы дәлелдер жинау үшін Пойраз Бахри Умман бастаған қылмыстық топ ұйымына еніп жасырын жұмыс істеуге келіседі. Пойраз ғашық болған әдемі және мейірімді қыз Айшегүлмен кездескенде жағдай күрделене түседі. Көп ұзамай Айшегүл өзі жұмыс істейтін мафия бастығының қызы екенін біледі. Пойраз өзінің міндеті ұлын қайтаруға деген ұмтылысы мен жауының қызына деген сүйіспеншілігінің арасында қалады. Оған өтірік, сыбайлас жемқорлық және қылмыстық интригалардың күрделі желісін шешуге тура келеді. Әр маусымына қысқаша шолу. Бірінші маусым 24 сериядан тұрады. Бұл сезонда Пойразды Умманның отбасына енгізуге, оның Бахридің сеніміне ие болу әрекеттеріне және Айшегүлмен күрделі қарым-қатынасына арналған. Негізгі шиеленіс Пойраздың жеке басының құпиясына және оның қос ойынына негізделген. Көрермендер оның ұлымен және Айшегүлмен қарым-қатынасының дамуын қауіпті қылмыстық әлем аясында бақылайды. Екінші маусымда Пойраз бен Айшегүлдің махаббат хикаясы жалғасады. Олардың құпияларын ашудың салдарын және қарсылас топтар мен жемқор полицейлермен жаңа қақтығыстарды зерттейді. Жаңа кейіпкерлер енгізіліп, кейіпкерлердің өткеніне байланысты сюжеттік желілер күрделене түседі. Ал соңғы маусым, 3-ші маусым, ол 38 сериядан тұрады. Ол барлық негізгі сюжеттік доғаларды аяқтайды, кейіпкерлер арасындағы қақтығыстарды шешеді, оқиғаны логикалық аяқталуға келеді. Басты назар әділеттілік үшін күрескен және кейіпкерлердің барлық қиындықтарға қарамастан бейбітшілік пен бақыт табуға тырысуына аударылады. Алдағы уақытта каналымда бір сен үшін түрік сериалдарының бөлімдеріне шолу жасайтын боламын. Сондықтан да қолдау білдіріп, лайк басып каналыма тіркеліп қойыңыздар. Алдын ала үлкен рахмет.